Бұл видео арықтағысы келіп жүріп нәтиже көрмей жүрген адамдарға арналған. Егер сен де артық салмақтан құтылғың келсе, қазірден каналға жазылып қой. Мұнда диетасыз, аштықсыз, денсаулыққа зиянсыз арықтау жолдарын айтып отыратын боламын. Ал енді неге арықтай алмай жүргеніңді бірге талқылайық. Сәлем достар, көп адам айтады, аз жеймін, бірақ арықтай алмай жүрмін деп. Диета ұстайды, спортқа барады, бірақ нәтиже жоқ. Себебі мәселе тамақта емес, жолында. Бүгін арықтауға кедергі жасайтын 7 негізгі қатені айтамын. Бірінші қате – аз жеу. Көп адам арықтау үшін мүлде аз жей бастайды. Бұл ең үлкен қате. Ағза аштықты сезсе, майды сақтай бастайды. Метаболизм баяулайды, арықтау тоқтайды. Дұрысы – аш жүрмеу. Күніне 3 негізгі ас ішу. Ақуыз міндетті түрде болуы керек. Жұмыртқа, ет, айран құрамында ақуыз мол. Екінші қате – кешкі ас ішпеу. 6-дан кейін тамақ ішпе дегенді бәріміз естідік. Бірақ кешкі ас ішпеу түнде аштық тудырады. Таңертең ағза стресс жағдайында оянады. Дұрысы кешкі жеңіл ас, қуырылған емес. Ақуыз және де көкөністерді көбірек пайдалану. Үшінші қате – тәттіден бірден бас тарту. Тәттіні бірден тастау көп адамды сындырады. Нәтижесінде қайтадан бұрынғыдан да көп жей бастайды. Дұрысы біртіндеп азайту. Торт орнына құрма, банан, қара шоколад пайдалану. Аш қаранға тәтті жеуге болмайды. Төртінші қате – су ішпеу. Кейде адам аш емес шөлдеп тұрады. Су жетіспесе, май алмасу дұрыс жүрмейді. Дұрысы таңертең 1 стакан жылы су ішу. Күніне 1,5-2 литр су тұтыну. Шай және кофе су емес. Бесінші қате – тек спортқа сену. Спортпен арықтаймын деп ойлаймыз, бірақ арықтаудың 70% тамақтану. Спорт қосымша құрал ғана. Дұрысы алдымен тамақты реттеу, сосын қозғалыс қосу. Күнделікті жаяу жүруде спорт. Алтыншы қате – ұйқыны елемеу. Ұйқы аз болса, аштық гормондары көбейеді. Адам түнде тамақ жегісі келеді. Бұл гормоналды проблема. Дұрысы кемі 7 сағат ұйқы. Түнгі телефонды азайту, бір уақытта жату. Жетінші қателік – тез нәтиже күту. Бір аптада 10 кило кетпейді. Бұл қауіпті. Дұрыс арықтау баяу, бірақ тұрақты. Дұрысы аптасына жарты немесе 1 килограмм тастау. Өмір салтын өзгерту. Диета емес, әдет қалыптастыру. Қорытындылай келе, арықтай алмау ерік-жігердің әлсіздігі емес. Бұл дұрыс емес тәсілдің нәтижесі. Бүгін айтылған қателіктерді түзетсең, нәтиже міндетті түрде болады. Видео пайдалы болса лайк бас, арықтағысы келетін адамдарға жібер. Және де каналға тіркелуді ұмытпа. Сау бол!